Қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен Pascal программалау тілінің ең күрделі, ең танымал бөлімі массивтермен танысатын боламыз. Әрине массивтерді әртүрлі видеолар бөліміне бөліп түсіру керек, себебі бірінші сабақта біз бір өлшемді массив, оның өзін екіге бөліп қараймыз. Оның ішінде бірінші бүгін теориялық бөлімдермен және қарапайым бір-екі мысал шығару арқылы аяқтаймыз. Екінші сабақта күрделі массивтердің реттелуі бар. Мысалға айта кететін болсақ, массив элементтерінің ішінен үлкенін табу, немесе массив элементтерін өту кему ретімен орналастыру, массив элементтерін өшіру және осыған ұқсаған массив элементтерін табатын бөлімдері бар. Әрине массив элементтері оны тағы да есеп барысында түсіндіретін боламыз. Бүгін біз массив элементтерін, яғни бір өлшемді массивпен танысатын боламыз. Әңгімені созбаймыз. Енді қысқаша қазақша мәліметтер болу үшін мына кітаптан кішкене оқып кететін боламыз. Әрине кітаптың соңында бір-екі мысалдармен бүгінгі сабақты аяқтайтын боламыз. Массивтер. Массивті сипаттау. Реттелген тип немесе массив деп бір тектес типті, саны шектелген, барлық элементтер индекспен реттеліп және бір идентификатормен бірлестіріп аталған берілімдерді жиын атайды. Мысал алып қарайтын болсақ, нақты бөлім real 1,2, 14,6, минус 5,2, 8,3, 0,15, 3,9 нақты типті А массив деуге болады. Әрине массивтің атын кез келген атпен беруге болады, тек қана резервтелген сөздер болмаса болды. Әрбір саны бұл жердегі әрбір ұяшық жазады. Мысалы қарайтын болсақ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 деп аталатын ұяшықтардың әрқайсысында біздің нақты типті кездейсоқсандар жатыр. Қазір бұны толығырақ қарастыратын боламыз. Жалпы әрбір ұяшыққа тоқталу үшін А деп бірінші массивтің аты кетеді. Одан кейін оның ұяшық номері кетеді. Мысалға 1,12 дейтін сан енді бірінші ұяшықта жатыр. Дәл солай 0,15 дейтін бесінші ұяшықта жатыр. А1 деп келетін болса, бұның барлығы бір өлшемді массив деп аталады. Яғни бір индекспен берілген. Енді қарайтын болсақ, массив элементтерін сипаттау ол varда және type'та келеді. Екеуін де қолдануға ыңғайлы, бірақ біз бұл жерде тек қана varмен қарастырамыз. Varда ол қалай келеді? Var массив идентификаторы, яғни массивтің аты келеді. A, B, C немесе матрикс немесе массив, сола ұқсаған аттар келе береді. Одан кейін қос нүкте array сөзі кетеді. T1 кетеді. T1 деген массив индексінің типі кетеді. Оған қазір түсіндіреміз. Одан кейін of сөзінен кейін T2 кетеді. Бұл жердегі array массив of одан T1 массив индексінің типі. Тек реттелген типтер қолданылады. Қазір оны не екенін айтамыз. Индекстер тұрақты диапазонмен беріледі, сондықтан массив элементтерінің саны тұрақты болуы керек. T2 массив элементтерінің типін анықтайды. Кез келген тип біз білеміз: integer, real, string, boolean, char типті болуы мүмкін. Мысалға жоғарыдағы мысал real болды, себебі 6 ұяшығы бар. A деп аталды ол array 6 ұяшықтан тұрғандықтан 1-ден 6-ға дейін of real. Дұрыс сипаттау түрлері integer болатын болса осылай A мысалға, B array, char болды, C array, boolean болды. Мына жерде -2, -1, 0, 1, 2 жалпы ұяшықтар саны осылай анықталады. Енді type бөлім бізге әзірше қызық емес. Әзірше осы теориялық бөлімді осымен аяқтаймыз да, бір-екі қарапайым мысалмен анықтап кетейік. Және бұл енді кітаптағы жоқ жерін толтыратын болсақ, жалпы алғанда массив не үшін керек? Массив көп өлшемді, бір өлшемді көп мәндер енгізетін болсақ, массив элементі қолданылады. Ол деген сөз жалпы қазақша айтқанда көп жерде келеді. Осы айтылған сөздер массив элементінің поезде болады. Мысалға поезд А. Поезд А болатын болса, әрбір оның вагоны, оның ұяшығы болады. Әрбір ұяшықта белгілі бір сандар болады дегені жаңағы типтер. Мысалға бірінші ұяшықта 15, 25, екінші ұяшықта 20, үшінші ұяшықта 9 деген сияқты. Бірақ бұл жердегі бір шындығы, мысалға адам таситын поездар саны болатын болса, мысалға оның ортасында немесе кез келген бір вагондарында тас немесе көмір таситын бөлік болмайды. Сол сияқты массив элементтерінде бір-ақ типті болады. Мысалы интежердің ортасында белгілі бір жерінен char болып кете алмайды. Мысалға 10 вагондар интежер ма, до конца интежер, char ма, до конца char. Ортасында бір 7-6 вагоны оның char болуы мүмкін емес.
толық түсінікті деп ойлаймыз. Енді қарапайым мысалды шығару ретінде көрейік. Қазір біз сіздермен массив элементтерін енгізіп және шығарып көреміз. Және бүгінгі сабақта біз сіздермен рандомайз дейтін бөліммен танысып кетеміз. Алдын білген болсаңыздар, әрине бұл қайталау, білмеген болсаңыздар жаңа тақырып деп санайық. Онда бастаймыз. Use CRT модуль, айнымалы A, array, диапазон 1-ден 2.10-ға дейін, of integer. Begin. Әрбір ұяшығына мәндер енгізу үшін әрбір ұяшығына жеке-жеке тоқталамыз. Readline A бірінші, readline A екінші, readline A үшінші. Әрине, егер массив ұяшықтары 100 немесе белгілі үлкен сандар болатын болса, оның барлығын readline қолдану отыру әрине тиімсіз. Ол үшін біз while, repeat немесе for операторын қолданамыз. Бірақ көп жағдайда for оператор қолданады. Себебі for оператордың денесі массив элементіне ұқсайды. Оның да бастамасымен оның соңғы қайталау саны белгілі. Бұл жерде массив элементтеріне ұқсас болғандығы үшін көп жағдайда for қолданады. Ал қазір біз сіздермен тек қана қарапайым енгізіп шығарып көріп жатырмыз. Write-len. Енді A1-ді шығарамыз. Үтір апостроф жіберіп, үтір A2-ні шығарамыз. Үтір апостроф, үтір A3-ті шығарамыз. Енді енгізген мәндердің барлығын экранға осылай шығарып отырамыз. Әрине бұл өте қарапайым бөлігі. 65, 25, 14, 65, 25, 14. Біз бар болған 10 ұяшықтың үшеуін ғана толтырдық. Және үшеуін ғана экранға шығардық. Біз жаңа айтқан болатынбыз, енді осы операторларды for оператормен орындаймыз және де randomize дейтін бөліммен танысатын боламыз. Енді тереңірек үңілетін болсақ, негізі көп жағдайда массив элементтерінің ұяшық саны тұрақты болу үшін константа қолданады. Константа n тең 10-ға. Онда біздің ұяшық санымыз 1-ден n-ге дейін болады, яғни 10-ға дейін деген сөз. Және де қайталау оператор for'ды қолданған жағдайда көп жағдайда int қолданады. Integer. Енді for операторын еске түсіреміз. For i 1 to n do. Егер константа қолданбайтын болсақ, 10 деп қолданатын болсақ, онда ұяшықтар саны мен for операторының бастапқы және соңғы мәндері бірдей болуы түсінікті. Оны айтса да айтпаса да белгілі деп ойлаймыз. Енді енгіземіз readline. Жаңа біз A1, A2, A3 деп жазатын едік. Енді A2 деп жазамыз. Себебі i бізде қайталанады 1-ден 10-ға дейін. Енгізіп болғаннан кейін енді осы операторы қайтадан for операторымен шығарамыз. For i 1 to n do write пен де немесе write-len де шығаруға болады. A8, shift F9, константа түрнікте, shift F9. Енді бізден массив элементтерін енгізуін сұрап тұр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Енгізген сандар экранға шығарып берді. Енді мысалға осы сандардың ішінен жаңа айтқан болатынбыз, randomize бөлімін қарастыратын болса, кез келген сандарды шығару керек болатын болса, онда randomize дейтін бөлім қолданады. Қазір тоқталып кететін боламыз. Randomize. For операторының негіз қызметі do сөзінен кейін 2 немесе одан көп оператор келетін болса, beginнен жақсасын ашатын едік. Begin. Енді біз
білеміз a ит бізде қайталанатын тең деп аламыз random қысқартылған сөзіне. Және де диапазон неше саннан аспау керек? 100 саннан аспау керек. Плюс 10 дейтін болсақ, кез келген случайный число таңдаған санға, мысалы қазір бір таңдағанда ол 10-да таңдайтын болса, оған 10 қосылып кетеді, экранға 20 шығады. 0 таңдайтын болса, экранға 10 шығады. Плюс жазуға да болады, жазбауға да болады. Дәл қазір программа бізде 10 рет қайталанады, n рет қайталанады, ал n менде 10-ға тең. 10 рет қайталанады да экранға сол сандар шығып отырады. Егер begin сөзіне randomize сөзін жібермейтін болсақ, онда компиляцияға кеткен кезде ол бір санды қайталап шығара береді. Қазір эксперимент ішінде көретін боламыз. Shift F9 38 86 63. Shift F9 38 17 87 әртүрлі сандар шығып отыр. Яғни диапазон 100-ден аспайды. Егер белгілі бір randomize сөзін алып тастайтын болсақ, Shift F9 32 32 63 23-86. Енді әрбір компиляторда әртүрлі, мысалы FreePascal'да begin сөзіне randomize жазбайтын болса, ол сол санды қайталап отыра береді. Сондықтан қай компилятор болса да randomize сөзін жазып қойған дұрыс. Біз дәл қазір 10 ұяшықты толтырдық кез келген санмен, және оны экранға шығардық. Енді бір есепті сәл күрделендіру үшін осы аталған элементтерді, яғни ұяшықтар санын, 10 ұяшықтар санын қосып, қосындысын экранға шығарып көрейік. Ол үшін белгілі бізге керек болады айнымалы s. Егер қосындысы табатын болсақ, begin сөзінен s-ті ең басында 0-ге тең деп аламыз. Егер мынаны түсінбесеңіздер, for операторына қатысты видеоны қайта қарап шықсаңыздар болады. Енді таңдағаннан кейін, do сөзінен кейін біз енді begin және де end'ін жазып алайық. Енді s тең s қосылған a ит дейміз да. Ит экранға шығарамыз. S-ті шығарамыз. Немесе оны циклдан кейін шығарса да болады. Қазір тексеріп көрейік. Shift F9 түрнікте. Shift F9 randomize. Қазір кезген сандардың қосындысы шықты, негізі есеп дұрыс. Бірақ кішкене түсінікті болу үшін шыққан сандарды бірінші экранға шығарып, одан кейін сол сандардың қалай қосылғаны туралы мәндерді экранға шығарайық. Мысалы қарайтын болсақ, мәнді бірінші экранға a ит-ның өзін шығарып, одан кейін жалпы мәнді циклдан кейін шығарса да болады. Write lm s, ал мына жерде a ит-ны шығарса да болады. Бұл енді жалпы қосындыларын табу. Мысалы қазір 96, 31, 40, 90 бітеді де, бәрінің қосындысы 571 шығу керек. Сенсеңіздер, сенбесеңіздер калькуляторға салсаңыздар болады. Егер қосындысын табу мүмкін болатын болса, онда көбейтіндісінде табу өте оңай. Мысалға 10 деп алатын болсақ, 9, 9, 5, 6, 8, 2, 7, 1, 6, 6 қосындысы 59. Қосындысын табуға болған болатын сонда көбейтіндісі табуға болады. Көбейтіндісі s-тің орнына көбейту қоя салатын болсақ, ол қазір бәріне бізге 0 деп береді. Себебі ең соңында ол 0 деп беріп тұр. Себебі есептің ішінде randomize случайный числоны таңдаңыз, ол 0-ді таңдады. Сол үшін 0 болмау үшін плюс 1 дейміз. Және де ең басында s 0-ге тең болғанмен, мысалға a1 случайный числоны 3 таңдайтын болса, 3-ке 0 көбейтіледі, бәрібір 0 шығады. Сол үшін де көбейту болатын болса, 1-ді таңдаймыз, сонымен есепті жібереміз. Бізде 1, 1, 2, 3, 2, 6, 9, 2, 10, оның көбейтіндісі 5-ке 64800 санды көрсетті. Біз дәл қазір сіздермен массивтің бір өлшемді массивпен таныстық, және оның ішінде оны қостық өзара, randomize бөліммен таныстық, және де for операторын тағы да қайталап шықтық. Келесі сабақтарда біз массив элементтерін қиындататын боламыз. Әрине массивпен
ол бір өлшемді бола ма, екі өлшемді бола ма, екі өлшемдіні жалпы көп өлшемді деп атайды. Қайсысы болса да үш шарт керек, бірінші логика. Әрине ол жерде мен өзімнің логикамда мықтымын деп айтпаймын. Екінші, шарт операторы жақсы білу, if, then, else-ны, одан кейін for операторын жақсы білу. Осы үшеуін білу арқылы көп есептерді, массивті келетін көп есептерді шығаруға болады. Есепте кеткен қателіктер болатын болса алдын ала кешірім сұраймын. Егер түсінбеген жерлер болатын болса комментарийға жазыңыздар. Ал біз сіздермен келесі сабақта жолығатын боламыз.